Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін бізде 5-ші сабақ Анель ақылды. Анель умная. Перед тем, как начать урок, подпишись на канал. Новые слова. Жаңа сөздер. Әрқашан. Всегда. Сыпайы. Вежливый. Шула. Шуметь. Бөлісу. Делиться. Менімен бірге оқы. Прочитай вместе со мной. Обрати внимание на окончание. Бұл жіктік жалғауы. Мен ақылдымын. Сен ақылдысың. Сіз ақылдысыз. Ол ақылды. Екінші тапсырма мәтінді оқы. Прочитай текст. Анель ақылды оқушы. Анель умная ученица. Ол кітапты көп оқиды. Она читает много книг. Кітапханаға жиі барады. Часто идет в библиотеку. Ол оқыған кітабы туралы достарына айтады. Она рассказывает своим друзьям о книгах, которых она прочитала. Олармен ой бөліседі. Делится с ними мыслями. Мен де достарыммен кітапханада сабаққа дайындаламын. Я тоже с друзьями готовлюсь к уроку в библиотеке. Кітапханада қатты сөйлеуге, шулауға болмайды. В библиотеке нельзя шуметь и громко разговаривать. Үшінші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Ответь на вопросы. Анель қандай? Какая Анель? Анель қайда жиі барады? Куда ходит Анель? Ол нені көп оқиды? Что она много читает? Кітапханада не істеуге болмайды? Что нельзя делать в библиотеке? Төртінші тапсырма. Жақша ішіндегі қажетті сөздерді пайдаланып сөйлемді жаз. Открой скобки, выбери правильный вариант. Бесінші тапсырма. Пятое задание. Сөздерді сәйкестендіріп сөйлем құра. Сопоставь слова и составь предложение. Есте сақта, запомни. Анель ақылды. Ол кітапты көп оқиды. Мен кітапханаға барамын. Кітапханада шулауға болмайды. На этом мы закончили урок. Подпишись на канал и поставь лайк. Спасибо за внимание. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.